Ал балалар, бүгінгі сабақты логикалық сұрақпен бастаймыз ба? Көреміз ба? Ал онда мұқият тыңдаймыз. Қай кезде адам суға батпайды? Су жоқ. Мұз. Мұз, молодец, балшын, жарайсың. Мұз, жарайсың. Екінші сұрақ. Сен оны үнемі алып жүресің, бірақ көрмейсің. Есім. Ауа. Бұлай істеңші. Телефон. Нақтырақ болу үшін, ол сенің алдыңда тұрады. Болашақ. Айна. Жарайсың. Мен айттым ғой бірінші. Жарайсың, я. Соңғы сұрақ. Не нәрсе сынған сайын құндырақ болады, құнды болады? Дұшпан. Алтын сынқаса құнын жоғалтып жүреді ғой, арзанға. Нені андай, типа сен жаман заттарыңды сындыра берсең жақсарасың. Негізі, психологиялық жағдайдан болады, бірақ жауап бұл емес. Анандай бұрынғы заманда құнды тастар сынған. Сынбай сақталсыншы, одан да құнды болатын еді ғой. Не нәрсе? Айна. Жоқ. Сынған сайын құнды бола береді. Бриллиант па? Жоқ. Алмаздық. Жауабын ертең сұраймын сендерден.